Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? Мен бүгін Гүлнұрдың асханасында манты жасамақшымын. Бұл мантының ерекшелігі құрамына неше түрлі дәрумендерді қосамын десем де болады. Алдымен қамырымды дайындап аламын. Бізге қажет ұн және бір жұмыртқа, тұз қосылған су. Міне көргендеріңіздей тұзды стаканыма салып, үстіне су құйып дайындап алдым. Бір жұмыртқамды қосып, қамырымды илеп қоюға кірістім. Егер үйде жұмыртқа болмай қалған жағдайда, тұзды сумен ғана қамырларыңызды басып қойсаңыздар, ештеңе етпейді. Негізі мантының қамырына жұмыртқаны қосқан көп талап ете бермейді. Мысалы, 2 жұмыртқа, 3 жұмыртқа қосатын болсақ, қамырымыздың беті қатып кетуі мүмкін піскеннен кейін. Қамырымды басып, міне дайындап қойдым. Енді осыны мантымыздың салмасы дайын болғанша бетін жауып, иін қандырып қоя тұрамын. Арасында қамырларыңызды қайтарып бас жіберсеңіздер жақсы болады, себебі қамыр өте жұмсақ, иі қанып тұрады. Мендегі мантыға қосатын заттар: фарш, картоп, 2 жуа, капуста, асқабақ және аскөк. Сосын дәміне қарай тұз, бұрыш және мантыға арналған дәмдеуіш кориандр қостым. Көріп тұрғандарыңыздай барлығын 4 бұрышты қылып турап, дайындап, ыдысыма салдым да, үстіне дәмдеуіштерімді қосып, бір жарты стакандай суды құйып, салмамды араластырдым. Қарап тұрсаңыздар, салманың ішінде нағыз осындай мезгілде адамның бойына витамин, яғни дәрумендер беретін дүниелер қосылды деп ойлаймын. Міне салмам дайын болды, енді қамырын жаюға кірісемін. Қамырымды 3 бөлікке бөлдім. Соның бір бөлігін сіздерге қазір қысқадан нұсқа жайып, кесіп және жасап көрсететін боламын. Міне қамырымның иі қанып, жұмсақ болған екен.
Міне осындай кішігірім қамыр шықты. Енді осы қамырымды 4-5 қылып кесіп, ішіне салмасын салатын боламын. Міне мантымның барлығын түйіп дайындап болдым. Енді мына сізге бір бөлігін көрсетейін сіздерге. Міне осылай жан-жағын бір-біріне жабыстырып жасайтын боламын. Өздеріңіз көргендей. Енді барлығы дайын болғасын осылай табасына салып 45 минутқа газге қоямын. Манты дайын болған кезде сіздерге көрсететін боламын. Міне мантым да пісіп дайын болды. Жаңағы тураған капуста, асқабақ және аскөктер піскен кезде білінбей желініп кетеді. Әрі жаңа айтып кеткенімдей, нағыз осындай мезгілде, қыстың мезгілінде балаларға керекті дәрумен. Сіздер де отбасыларыңызға жасап беріңіздер, балаларыңыз қуана-қуана жеп алады деп үміттенемін. Бізге ас болсын.